сен ұрлана қараймын, асаудай тулайды жас жүрек. Бұл қазақ гитарасының патшасы Қорабай Есенов екені баршаға мәлім. Ал қазақ ән өнерінде ерекше сілкініс жасаған тұңғыш бард ақын Табылды Досымов естеріңізде ме? Бір дауыл сәттің соғарын сезіп жүрген мен, сен екеніңді білген бе. Ал Алтышектің арлан атанған Зәмзәм Дәуітовтің есімі аға буынға етене таныс болғанымен, қазір атата алмай, ұмытыла бастағаны өкінішті. Қос бұтағы секілденіп ағашты, қатар тұрып гүлімізді санашты. Жол тапсақ біз бірге жүріп Ол тұңғыш рет гитарамен Мәскеуде қазақ әндерін шырқаған өрелі өнер иесі. Сол кездегі жұртшылыққа Аққұба жігіт орындаған әндер өте ыстық еді. Тіпті оған еліктеп өскен жандардың бірі Табылды Досымов. бәрімізді қияларға жұмсады. Қорабай ағамызға ғашық болушылық. Одан кейінгі Зәмзәм Дәуітов дейтін Алтышектің ұдайы болды. Москваға барып қазақ әндерін шырқаған. Осы жігіттерге еліктеу арқылы осы гитарамен ән айту және әнді гитарамен жазу әуестігі пайда болды. Әнші қазақтың еңбек сіңірген әртісі Нұрлан Өнербаевтың алғашқы ұстазы Зәмзәм Дәуітов екенінде біреуі білсе, біреуі білмес. Зәмзәм Дәуітовпен біз студенттік шағымызда жатақханада бірге тұрғанбыз. Менің жалпы осы гитараға әуес болуыма бірден бір қозғаушы себепші болған азаматтың бірі сол. Мен осы соңғы өзімнің шығармашылық концертімде Шәмші Қалдаяқовтың «Сағынышы менің» деген әнін орындап шықтым. Мен осы әнді Зәмзәмнің орындауында естіп, Зәмзәмнің гитарамен айтқан өте бір әсем, өте бір керемет дауысқа салып орындағанына мен өзім сол кезде бала көңілімен ғашық болғанмын. Сол кезде мен өзім алдыма мақсат қойдым. Дәл осы Зәмзәм сияқты ойнап, Зәмзәм сияқты гитарамен ән айтамын мен деп. Ең алғаш гитарамен қазақтың қоңыр күйін орындаған сазгер Ержан Белғозиев те Зәмзәм Дәуітовті ерек сыйлапты. Ерекше бір дауысы бар, өзінің бір ерекше бір назы бар, ұзынша келген бойы бар, иығына түскен шашы бар. Сонымен қоса Зәмзәм Дәуітовтің айтқан әндері мен құлағымда. Шәмшінің әндерін айтты. Москвада айтқан өлеңдерін мен тыңдағам. Қыр қасынан қырдың деген бір өлең бар Шәмшінің. Соны өте жақсы, гитарасын өте шебер тартқан, жақсы айтқан. Өкінішке орай денсаулығына байланысты өмірден ерте өтіп кетті, бірақ әні қалды. Зәмзәм Дәуітов 1979 жылы Мәскеуде өткен Шири Круг фестивалінде гитарамен ән салды. 1981 жылы Алматыда өткен Республикалық жігер фестивалінің лауреаты атанды. Зәмзәм ағамыздың орындау ерекшелігі, ол әнді айтқан кезде гитарамен жаңағыдай елдің бәрі ойнайды ғой гитараны, 2-3 аккордтың айналасында. Ол солай емес, перебор дейді ғой, теріп ойнау арқылы. Сонымен әдем айтатын, гитарын әдем меңгерген адам болатын. Сол кездегі жастар енді Зәмзәм Дәуітовті өте жақсы білетін, талантына бас иетін. Енді сол заманның жұлдызы десе мен артық айтқаным емес. Себебі шынымен де ол кісінің орындаған әндері әліңге шен құлағымызда. Ол қарапайым өмірді сүйді, атақ даңқты, биік мәртебені қаламады. Ол әншілікпен қатар өмірінің соңында Қадыр Мырзәлі, Тайыр Жароков, Мұқағали Мақатаев сынды ақындардың өлеңдеріне ән жазды. Өкінішке қарай, қазір сол әндер естілмей жүр. Мен ойлаймын, Зәмзәм сол кезде егер жаңағы айтқан сияқты жарнамасы мен насихаты дұрыс болса, орталықта жүретін азаматтың бірі еді. Осы гитараның, қазақ әндерінің гитарада орындалуына, гитарада насихатталуына үлкен жұмыс жасаса, бір жұмысты сол Зәмзәм жасау керек еді деп ойлаймын мен өзім. Өкінішті енді. Тірісінде Алтышектің арлан атанған тума талант иесі 47 жасында көз жұмды. Артында айтылмаған талай әні қалды. Желбіреген күнде, жеке шыққан күнде, сағынышым жайнап тұр шалдымдай.